Жарайт, Алина тәте, біз кеттік. Жарайт, жолдарың болсын, жаным. Кеттік. Ал балалар, уақыт болды, сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші кітаптарымызды ашамыз. Барлықтарың кітаптарыңды ашыңдар. Ой, ағай, кешіріңізші, тағы да кешігіп қалыппын. Жолда пробка болып еді, мен кішкене алыста тұрамын. Жол ертелі шықсаң болады ғой? Ағай, ол директордың немересі ғой. Директордың немересісің ба? Иә. Онда отыра ғой. Жарайды. Онда жарайды, балалар, 45-ші бетті ашыңдар. Балалар, қоңырау болды. Мына 3-ші тапсырманы үйге алыңдар. Мүмкін кешірім сұраймыз? Неге? Просто мен мектептен шыққым келмейді. Менің де шыққым келмейді. Ал біз вообще оған не үшін тиістік? Ол, білмеймін. Кішкене көре алмағандықтан шығар. Мүмкін кешірім сұраймыз? Жарайды, онда сұрасақ сұрайық. Сендерге тағы не керек? Не үшін келіңдер? Тағы тиісу үшін келіңдер ма? Жоқ, сендер дұрыс түсінбей қалыңдар. Иә, біз сендерден кешірім сұрағымыз келген. Не? Сендер ойнап тұрсыңдар ма? Жоқ, ойнап тұрған жоқпыз, шынымен де кешірім сұраймыз сенен. Иә, саған тиіскеніміз үшін кешірім сұраймыз. Сендердің пранк жасағыларың кеп тұр ма? Мен тупой емеспін. Иә, сендер өздерінің еріктеріңмен кешірім сұрағандарыңды көрген емеспін. Өтінемін, кешірім сұраймыз сендерден. Сендер дұрыс түсінбей жатсыңдар. Ешқандай да пранк емес. Иә, ешқандай пранк емес. Шынымен де сендерден кешірім сұрап тұрмыз. Балалар, отырыңдар орындарына. Ой, кешіріңіз. Кітаптарыңды алсаңдаршы. Қызық, олар қандай оймен кешірім сұрапты? Мүмкін олар шынымен де жақсы оймен кешірім сұраған шығар, ешқандай пранксыз. Ал мүмкін оларды кешірерміз? Жарайды, кешірсек кешірейік. Қыздар, сөйлемеңдер, жарай ма? Жарайды, апай, кешіріңіз. Егер де біз қазір кешірім сұрасақ, олар кешірмесе не істейміз? Главное, тиіспесек болды ғой, әйтпесе ол әжесіне айтып береді. Жарайды, онда қазір соңғы рет кешірім сұрайық. Қыздар, сөйлеспейміз. Тағы да сөйлесетін болсаңдар, сендерді кабинеттен шығарып жіберем, білдің ба? Жарайды. Бұл мүлдем нечесіне ғой? Иә. Сонда әгерімдерде сөйлеседі, бірақ та бізге ұрсады, ал оларға ұрыспайды. Иә, енді ол директордың немересі болғаннан кейін солай жасайды. Қазір соңғы рет кешірім сұрасақ, егер де кешірмесе, онда бізге бәрібір. Біз оған по-любому енді тиіспейміз ғой. Жарайды, енді соңғы рет сұрасақ, кеттік. Қыздар, сендерден соңғы рет кешірім сұраймыз, кешірсеңдер де кешірмесеңдер де енді өздерің білесіңдер. Иә, мен сендерді кешіремін. Жарайды, онда дос болайық бәріміз. Жарайды, біз келісеміз. Жақсы болды ғой. Шынымен де кешірдің ба бізді? Иә, әрине кешірдім. Бірақ та сендердің маған не үшін тиіскендеріңді түсінбедім. Жай, ол кезде ішім тар болған. Жарайды, қыздар, онда қазір 10 минут қоңырау қойып барып, асханаға барып келейік. Иә, бір нәрсе жеп келейік. Жөндер, кеттік. Ой, директор. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіңдер ма? Әйгерім, сенің сабағың қалай болып жатыр? Жақсы, иә, бәрі. Ешкім тиісіп жүрген жоқ па саған? Мұғалімдер или оқушылар тиіссе, маған айт, жарай ма? Иә, айтам. Жарайды, біз жай ғана мына жерден өтіп бара жатқанбыз. Жарайды, кеттік. Қыздар, мүмкін бір жерге барып қыдырармыз осы сабақ біткеннен кейін. Иә, қыдырсақ қыдырайық. Ал бірақ та біз қайда барамыз? Мен білемін қайда баратыныңызды. Қайда барамыз, Әйгерім? Оны біз барған кезде көресіңдер өздерің. Қыздар, қоңырау болды, кеттік сыныпқа. Ал жүріңдер, қыздар, кеттік. Бұл не жер екен? Білмеймін. Қыздар, мен қазір ақшасын сөйлей салайын, жарай ма? Жарайды, рахмет. Иә, 4 билет алайын деп едім. Міне. Не жер бұл, түсінбедім. Міне, айнаға қараңдар. Қайсы? Өте күлкілі айна екен. Иә, ал мына айна ше. Мына да қызық екен. Ай, қыздар, өте қызықты айна.
Ал ең қызығы бұл емес. Тағы не бар? Түндер. Міне мынау бар. Қыздар, қашыңдар, секірем. Міне осылайша біздің күніміз өте қызықты болып өтті. Достар, сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз. Және де бұл соңғы сериясы болатын. Енді менде жаңа сериал шығады. Сол сериалды жіберіп алмас үшін тіркеліп кетіңіз. Ал бәріңізге сау болыңыздар.